Қазір сіздермен тригонометриялық түрде берілген комплекс сандарды бір-біріне қалай көбейту және бөлу керектігін қарастыратын боламыз. Ең бірінші жазып кетейік. Бізге қандай да бір z1 тең мынадай модуль z1 косинус фи1 қосылған i синус фи1 түріндегі бірінші комплекс санымыз берілсін. Келесі z2 ол модуль z2 косинус фи2 қосылған i синус фи2 деген мынау екінші комплекс санымыз болсын. Енді бұны біз тағы да басқаша комплекс санның тригонометриялық түрін көрдік және оны көрсеткіштік түрде жазуымызға болады екен. Демек, онда z1 деп отырғанымыз модуль z1 көбейтілген e-нің i көбейтілген фи1 дәрежесі. Ал мынау екінші комплекс санымызда тура осылай модуль z2 көбейтілген e-нің i фи2-ге тең болады екен. Ал енді осы екеуін бір-біріне көбейтетін болсақ, міне, яғни z1 көбейтілген z2 деп отырғанымыз, оның орнына мен мыналарын жазайын қазір көрсеткіштік түрдегісін. Модуль z1 e-нің i фи1 көбейтілген модуль z2 i фи2. Екеуінің негіздері бірдей болғандықтан, онда дәрежелері қосылады. Сонда модуль z1 көбейтілген модуль z2 көбейтілген e-нің i-ді жақшан сыртына шығарып жүрсек, фи1 қосылған фи2 екен. Ал енді бұл Эйлер формуласы бойынша бұл косинус және i синустардың қосындысына тең ғой. Сонда бұл тең модуль z1 көбейтілген модуль z2 косинус фи1 қосылған фи2 қосылған i синус, мында да фи1 қосылған фи2 болады екен. Сонымен міне, егер сіздерге мынадай тригонометриялық түрдегі екі комплекс сан берілсе, оларды бір-біріне көбейтетін болсақ, онда ұзындықтарын сәйкесінше көбейтіп, және косинус пен синустардың да аргументі мына екі комплекс санның аргументтерінің қосындысына тең екен. Тура осылай енді екі комплекс санды бір-біріне бөлейік. z1 бөлу z2. Олай болса, бұны да мен көрсеткіштік түрде жазайын. Көбейтілген e-нің фи1, мында z2 e-нің i фи2 дәрежесі. Сонымен бұл z1-дің z2-ге қатынасы e-нің i фи1 азайтылған фи2 дәрежесі екен. Енді бұны Эйлер формасын қолданатын болсақ, осы жерден z1, мында z2 косинус фи1 азайтылған фи2 қосылған i синус фи1 азайтылған фи2-ге тең болады екен. Сонымен міне, яғни екі комплекс сан тригонометриялық түрде берілсе, оларды көбейтсек аргументтері қосылады екен, ал егер бөлетін болсақ, сәйкесінше аргументтері азайтылады екен. Ал енді осыған байланысты есепті қарастырайық қазір. Міне, осы жерден біріншісін шығарайық. Көріп отырғандарыңыздай, мына екеуін бір-біріне көбейтетін болсақ, мынау фи1-іміз пи бөлінген 5-ке тең, фи2 пи бөлу 20-ға тең болып тұр. Сонда бұның жауабы 6 көбейтілген косинус пи бөлу 5 қосылған пи бөлу 20 қосылған i синус пи бөлінген 5 қосылған пи бөлу 20 екен. Енді ортақ бөлімге келсек, мынау 4, мынаған 4-тен береміз, 5 пи бөлу 20, сонда пи бөлінген 4 шығады екен. 6 еселенген косинус пи бөлу 4 деп отырғанымыз түбір асты 2 бөлу 2 қосылған i синус түбір, мынанда міне ортақ бөлімге келтірсек 5 пи бөлу 20 шығады ғой бөлімінде. 5 пен 20 қысқартса пи бөлу 4, сонда түбір асты 2 бөлу 2 екен. Ал енді көбейтіп жүретін болсақ, немесе мына 2-ден 1-ді мынаған жақшан сыртына шығарып жүрсеңіздер де болады. Сонда 3 еселенген түбір асты 2 қосылған 3 еселенген түбір асты 2 i-ға тең екен. Көріп отырғандарыңыздай, міне осылай ғана жылдам есептей салуға болады екен. Оның дәлелдеуін міне жоғарыда келтіріп кеттік. Енді келесі екіншісін бөлетін болсақ, онда бұл сәйкесінше мына түбір асты 2-ні мынаған бөлеміз. Енді көбейтілген косинус 3 пи бөлінген 5-тен 7 пи бөлу 20-ны азайтамыз. Міне 3 пи бөлінген 5 азайтылған 7 пи бөлу 20 қосылған i синус 3 пи бөлінген 5 азайтылған 7 пи бөлінген 20.
Ал енді оны есептейтін болсақ, мынаның алымында бөлімде түп асты 2-ге көбейтетін болсақ, бұл түп асты 2-ге тең. Енді мынаған 4-тен беретін болсақ, 12. 12-ден 7-ні азайтатын болсақ, 5. 5 пен 20 қысқарады, пи бөлу 4. Сонда бұл жерден де түп асты 2 бөлінген 2 қосылған ай. Мына жерден де түп асты 2 бөлу 2. Сонда бұл 1 қосылған иға тең болады екен. Келесі, мынау екіншісіне назар аударатын болсаңыздар, бұл қандай? Ортасы азайту болып тұр ғой. Міне мынаның ортасы азайту болғандықтан, бұны біз енді қосу арқылы жазатын болсақ, оны қалай істейміз? Қазір мына астына бөлек жазайын. Міне үшінші есеп қазір шығаратынымыз. Үшіншісі. Ең бірінші мынау косинус 5π бөлінген 8 азайтылған ай синус 5π бөлінген 8-ге тоқталайық. Мен онда бұны пи арқылы жазатын болсам, пи қосу немесе азайту арқылы. Әрине бұл қосуға келмейді, демек пидан азайту арқылы жазайық. Косинус пи азайтылған бөлімінде 8, 8π, мұнда 2, тоқтаңыздар, 5 шығу үшін мұнда 3π болады міне. Сонда косинус пи азайтылған 3π бөлу 8 ортақ бөлімге келтірсек 5π бөлу 8 шығып тұр. Азайтылған мұнда ай синус пи азайтылған 3π бөлінген 8. Сонымен 180 градус минус альфа атын өзгертпейді, таңбасын өзгертеді. Косинус минус болады екен бұл жерде. Минус косинус 3π бөлінген 8. Келесі синус екінші ширек таңбасын өзгертпейді, атын да өзгертпейді. Демек онда ол минус ай синус 3π бөлінген 8 екен. Бұлайша айтқанда минусты жақшан сыртына шығарып жіберсек, міне ортасы плюс болды мынау. Міне тригонометриялық түрдегі комплекс санға келдік, міне ортасы қосу арқылы. Енді келесі мына пи бөлінген 8-ге келейік. Косинус пи бөлінген 8 азайтылған ай синус пи бөлу 8 дейді. Бұны да біз қазір 180 градустан азайту арқылы жазайық. 8 мұнда 7π. Азайтылған ай синус пи азайтылған 7π бөлінген 8. Ортақ 180 градус минус альфа тура бағанағыдай атын өзгертпейді, таңбасын өзгертеді. Онда бұл косинус 7π бөлу 8 қосылған ай синус 7π бөлінген 8-ге тең болады екен. Сонымен енді мына екеуінің қатынасын алатын болсақ, міне бастапқы берілген, онда ол мына екеуінің қатынасын есептегенмен бірдей ғой. Демек онда соны есептей салайық. Міне косинус 3π бөлу 8 қосылған ай синус 3π бөлу 8. Яғни мен минус таңбасын жазбадым, бірден қысқартып жібердік 2 минусты. Косинус 7π бөлу 8 қосылған ай синус 7π бөлу 8. Бағана біз дәлелдеп кеткенбіз, екі тригонометриялық түрде берілген комплекс санның қатынасы ол аргументтерінің айырымына тең болады, яғни косинустардың. Сонда бұл косинус 3π бөлінген 8 азайтылған 7π бөлу 8 қосылған ай синус 3π бөлу 8 азайтылған 7π бөлінген 8. Азайтатын болсақ, мұндан 4π, алымда минус 4π, минус 4π менен қысқартсақ минус π бөлу 2. Сонда косинус минус π бөлу 2 қосылған ай синус минус π бөлу 2. Мынау косинус бәрібір 90 градус, мына минус бәрібір ол жұп функция болғандықтан плюс π бөлу 2-ге тең, мынау 0-ге тең. Ал олай болса, бұдан минус и деген шығады екен. Өйткені синус тақ функция болғандықтан мына минус алдына шығады, сонда синус 90-ның мәні 1-ге тең. Сонда жауабы минус иға тең болады екен. Сонымен міне үшіншісін шығардық. Енді келесі төртіншісіне келейік. Бұны көбейтетін болсақ, бірінші жақшаның ішінде тұрған алгебралық түрде берілген комплекс санды тригонометриялық түрге келтіріп алайық. Олай болса 4 z тең 3 азайтылған түбірасты 3iға тең болып тұр ғой. X 3-ке тең, ал y-те отырғанымыз минус түбірасты 3. Сонда косинус оң, синус теріс болатын төртінші ширек. Төртінші ширек болса, онда 2π-дан азайтамыз фиді табу үшін. Олай болса, бірінші модуль z-ті табайық. 9 қосылған 3, сонда бұл 2 түбірасты 3-ке тең болады екен. Енді фиді табуға келетін болсақ, бағанаған айтқанымыз, мынау бірінші косинус оң, синус теріс болады, ол төртінші ширек. Сонда 2π азайтылған
арктангенс y-тің x-қа қатынасы модуль міне. Минус түбір асты 3-тің 3-ке қатынасы, сонда мына жер. Мынау минус. Былай. Міне минус таңбасы бөлінген 3, ол тең 2 пи азайтылған пи бөлу 6. Яғни тангенс 30 градус қой. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 12 мында 11 пи бөлу 6 екен. Сонымен мына берілген комплекс санымыз модуль z, сонда міне 3 азайтылған түбір асты 3 и деп отырғанымыз 2 түбір асты 3 косинус 11 пи бөлу 6 қосылған ай синус 11 пи бөлу 6-ға тең екен. Міне біріншісін жаздық. Енді екіншісіне назар аударсаңыздар, ортасы минус болып тұр ғой. Демек, онда оны біз плюсқа келтіру үшін мына аргументтерін түрлендірейік. Сонда мынау косинус 5 пи бөлінген 12 азайтылған ай синус 5 пи бөлу 12 деп тұр. Бұны біз аргументтің пи арқылы жазатын болсақ. Сонда бұл косинус пи азайтылған мынаң бөлімінде 12. 12-ден 7, яғни мынау 7 пи болу керек. Келесі азайтылған ай синус, мұнда пи азайтылған 7 пи бөлу 12. Сонымен 180 градус минус альфа косинус таңбасын өзгертеді, атын өзгертпейді. Тура бағанағыдай косинус 7 пи бөлу 12 қосылған ай синус 7 пи бөлінген 12 болды. Сонымен міне осы екі комплекс санды бір-біріне не істеу керек? Көбейту керек екен. Олай болса жазайық. 3 азайтылған түбір асты 3 иді. Мынау косинус 5 пи бөлу 12 азайтылған ай синус 5 пи бөлу 12-ге көбейтетін болсақ, бұл дегеніміз, міне бірінші комплекс санымыз 2 түбір асты 3. Одан кейін мына минус таңбасы тұр ғой. Минусты онда осының алдына шығара салайық. Енді келесі косинус. Біріншісінің аргументі 11 пи бөлу 6. 11 пи бөлінген 6. Оған қосамыз мына екінші аргументті. 7 пи бөлінген 12-ні. Келесі қосу ай синус 11 пи бөлу 6 қосылған 7 пи бөлу 12 екен. Ал енді осыны ары қарай есептейтін болсақ, ортақ бөлімге келтірсек, мынаған 2-ден береміз, мынаған 2-ден. Сонда бұл минус 2 түбір асты 3 косинус 22. 22-ге 7-ні қосатын болсақ, 29 пи бөлінген 12 қосылған ай синус 29 пи бөлінген 12 шықты. Әрине бұны тағы да пи қосу арқылы жазып есептеусек те болады. Сонда бұл минус 2 түбір асты 3 косинус 24. Сонда былай болып тұр ғой, 2 пи мында қосу, міне 2 пи қосу 12 24 болу үшін мында 5 пи. Тура осылай. Келесіде ай синус 2 пи қосылған 5 пи бөлінген 12 дейміз. Ортақ бөлімге келтірсек, бәрібір алымды 29 шығып тұр. Сонда 2 пиға альфаны қосатын болсақ, атында таңбасында өзгертпейді. Сонда бұл минус 2 түбір асты 3 косинус 5 пи бөлінген 12 қосылған ай синус 5 пи бөлу 12 екен. Сонымен енді бұны ары қарай есептейтін болсақ, 5 пи бөлу 12 деп отырғанымыз 75 градус. Сонда бұл тең минус 2 түбір асты 3 косинус 75 градус қосылған ай синус 75 градус екен. Енді осы жерден косинус 75 және синус 75-тің мәнін қалай есептейміз? Соны жазып кете салайын. 75 градус деп отырғанымыз 30 қосылған 45, яғни косинус 45 градус қосылған 30 градус дейсіздерде. Сонда косинус альфа плюс бета деген кос-кос син-син таңбасы минус болады. Сонда косинус 45 градус көбейтілген косинус 30 градус азайтылған синус 45 градус келесі синус 30 градус болады. Сонда түбір асты 2 бөлу 2
түбірасты 3 бөлінген 2 мында. Келесі түбірасты 2 бөлу 2 синус 30 дегеніміз 2-ден 1. Сонымен түбірасты 2 бөлінген 4-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, түбірасты 3 азайтылған 1-ге тең болады екен. Міне косинус 75-тің мәні осыған тең. Енді келесі синус 75-ті де тура осылай есептей салсаңыздар болады. Онда ол сәйкесінше мына жерде синус болады. Синус альфа плюс бета деген 2 синус альфа, синус бета, яғни міне синус 45, келесі косинус 30 градус қосылған синус 30 градус көбейтілген косинус 45 градус болады. Сонда түбірасты 2 бөлу 2 косинус 30 дегеніміз түбірасты 3 бөлу 2 ортасында қосу болады екен. Міне 2-ден 1 түбірасты 2 бөлу 2. Яғни түбірасты 2 бөлінген 4 түбірасты 3 қосу 1-ге тең екен. Сонымен міне енді осыны орнына қойып жақшаны ашсаңыздар, ары қарай ықшамдайсыздар. Келесі 4-ші есебіміз шықты. Енді мына 5-ші есебімізге келейік. Ол үшін 1 минус i-ді тригонометриялық түрде жазып алуымыз керек екен. 1 минус i. Мұнда жазайық. 5-ші есеп. Z тең 1 минус i. Модуль z деп отырғанымыз түбірасты 2-ге тең. Фи деп отырғанымыз косинус оң синус теріс. Демек 2π азайтылған π бөлінген 4. Сонда 7π бөлінген 4 болады. Ал енді келесі. Енді осыны тригонометриялық түрде жазсақ, z тең түбірасты 2 косинус 7π бөлінген 4 қосылған i синус 7π бөлінген 4. Енді осы бастапқы берілгені π бөлу 12 екен. Мұнда жазайық. Косинус π бөлу 12 қосылған i синус π бөлу 12. Бұны бөлейік. Міне. Түбірасты 2 косинус 7π бөлінген 4 қосылған i синус 7π бөлінген 4. Екі комплексан, яғни тригонометриялық түрде берілген комплекссанды бөлетін болсақ, онда бұл 1 бөлу түбірасты 2 қалады. Мұнда косинус π бөлінген 12-ден азайтамыз 7π бөлінген 4-ті. Қосамыз i синус π бөлінген 12-ден азайтамыз 7π бөлінген 4-ті. Ал енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, мынаған 3-тен береміз, мынаған да 3-тен береміз. Сонда бұл тең 1 бөлінген түбірасты 2 косинус 20 бөлінген 12, яғни минус 20π бөлінген 12 қосылған i синус минус 20π бөлінген 12 деген шығып тұр міне. Ал енді осыны қысқартатын болсақ, 4-ке қысқартсақ, 5π бөлінген 3 шығады. Сонда бұл түбірасты 2-ден 1 косинус минус 5π бөлінген 3 қосылған i синус минус 5π бөлінген 3 деген болады міне. Енді осыдан минус таңбасын тағы да ары қарай түрлендірсек болады. Міне 1 бөлінген түбірасты 2 келесі косинус 5π минус x дегеніміз косинус x-қа тең ғой. Демек онда бұл косинус 5π бөлінген 3-ке тең болады. Ал енді мынау минус i синус 5π бөлінген 3-ке тең екен. Ал енді 5π бөлінген 3 деп отырғанымыз бұл қанша? Пиді 3-ке бөлсек 60 300 градус. Сонда бұны біз былай жазсақ болады екен ғой. Келтіру формуласы бойынша түбірасты 2 300 градус деп тұр, я? Сонда косинус 270 қосылған 30 дейік, азайтылған i синус 270 қосылған 30 градус десек. Бұл кезде атын өзгертеді. Ал енді косинустың таңбасы оң болады ғой. Сонда бұл тең 1 бөлінген түбірасты 2 косинус мынау 270 қосу 30 десек, атын өзгертеді. Сонда бұл синус 30 градусқа тең, таңбасы плюс болады. Азайтылған i 270 қосу 30, атын өзгертеді, таңбасын да өзгертеді. Сонда бұл минус косинус 30 градус болады. Сонда бұл тең
1 бөлінген түбір асты 2 синус 30 деп отырғанымыз 2-ден 1 қосылған түбір асты 3 бөлу 2 и екен. Сонымен мынаны енді ашатын болсақ 1 бөлінген 2 түбір асты 2 қосылған түбір асты 3 2 түбір асты 2 иға тең болады екен.